телефон арқылы қалай ютубтағы баннерді қоюға болады, немесе өзгертуге болады. Ол үшін телефондағы ютубқа кіресіздер. YouTube программасына кірген кезде осындай басты бет шығады, және оң жағында жоғары жақта логотип тұрады, немесе суретіңіз тұрады. Соған басып мой канал деген жерге басасыздар. Міне каналдарыңыз шықты. Енді осы басты бетте оң жағында карандаштың суреті тұр. Міне оң жақта карандаштың суреті тұр. Соның үстін бір рет басасыздар. Жеткілікті. Міне осы жерден баннерді, суретті ауыстыру мүмкіндігі бар. Мысалы, баннерді ауыстыру үшін оң жақта тура баннердің үстіне фотоаппараттың сурет тұр. Міне фотоаппараттың сурет тұр. Соны басасыздар, және осы жерден суретке түсірсеңіздер болады, немесе галереядан басқа баннерді қоюға болады. Яғни баннерді өзгертуге болады. Егер баннер жоқ болса, жаңа баннер қоюға болады. Сонымен қатар, мына сурет тұр ғой ортасында. Осы суретте де фотоаппараттың сурет тұр. Бұл жерде де фотоаппараттың суретін басып, суретті де ауыстыруға